e-gov.kz порталында банктік шотты ашу және қызметкер еңбек қызметтік міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру, ескеру мен заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу қызметін алу үшін e-gov.kz порталында авторизациядан өтіңіз. Басты бетте бизнеске, бизнесті тіркеу және дамыту, бизнесті тіркеу және жою бөлімін таңдаңыз. Банктік шотты ашу және қызметкер еңбек қызметтік міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыру, ескеру мен заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу қызметін таңдап, онлайн сұрау батырмасын басыңыз. Ұйым түрін таңдаңыз. Содан кейін қажетті мағлұматты толтыру керек. Басшыны таңдаған кезде ЖСН нөмірін және тұрғылықты тұратын елін көрсету қажет. Басшы тағайындау туралы заңды тұлға уәкілетті органның шешімін толтыру керек. Құрылтайшылар жөніндегі ақпаратты көрсету керек. Бенефициарлық меншік иесін көрсетіңіз. Заңды тұлғаның, филиалдың, өкілдіктің орналасқан жерін жазыңыз. Жұмыспен қамтылған адамдардың күтілетін санын шамамен көрсетіңіз. Қызметке қол қойып, өтінімді қарастыруға жіберіңіз. Іздеу нәтижесі e-gov.kz порталының статусты бетінде көрсетіледі.